Міне қыздар, мен жаңа екінші қатарда беззубовки тоқып шықтым. Енді біз деген жаңа растопшы жасап жатырмыз ғой, аяғының несіне алдына ластовать жасап жатырмыз ғой. Енді үшінші қатарында біз мына маркерлердің жанынан 4 петляның екі жағынан тағы екі петлядан қосатын боламыз. Қазір жаңа сізге көрсеткендей дәл солай қосып шығасыздар. Бірақ узор бойынша тоқуды ұмытпаймыз қыздар. Қазір көрсем мынандай тартып жіберіп көресіздер. Мына кеп қалдық. Маркерді аламыз, кигізіп петлямызды ілеміз де бергі жағынан петляны шығарып аламыз. Жұмысшымен шығарамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мына ілген кезде келесінің мына жағынан аламыз былайынан. Және біз жаңа былай алдық қой. Енді біз специяның ар жағынан кіргіземіз. 6 болды. Қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Маркерімізді ілеміз. Узор бойынша қараймыз. Бізде мына жерде теріс петля. Сіздерде қандай болатынын білмеймін. Узорларыңызға қарап отырасыздар. Егер менімен бірдей размер тоқып жатсаңыздар, дәл осылай кете бересіздер мен сияқты. Қыздар, дәл осылай арт жағынан да дәл осылай мына жерден 2 петля қосасыздар. Одан кейін 5-ші қатар мына былай жазып көрсетейін. 1-ші қатарда біздер 2 петляның жанынан плюс 2 қостық. Прибавка. 2-ші қатарда 5 прибавка тоқимыз. 3-ші қатарда 4-ке 2 қосамыз тағы. Прибавка. 4-ші қатарда 5 прибавки тоқимыз. 5-ші қатарымызда жаңа біз 6 болды ғой енді. 6-мызға 2-ді қосамыз. 2 прибавка тағы да. 6-ші қатарда 5 прибавки тоқимыз. Бізде бас аяғы 8 петля болу керек. Біз басында 2 петлямен бастадық қой. Ең соңында осы 8 петля болу керек. Соның бәрін болғаннан кейін сіздермен тағы кездесетін боламыз. Мына қыздар, мен 8 петля қосып болдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына тоқып болдық. Аяғында ауын. Менде сол жаңағы ауынмен қосқан кезде барлығы, қазір айтамын сіздерге, 23 сантиметр болып тұр. Маған осы ұзындық жарайды. Келесі ары қарай аяғын тоқимыз. Ол үшін бүйтеміз. Мына біз жаңа тоққан ластовицаларымызды бөлек шеше аламыз. Біз оны кейін болғаннан кейін трикотажды шокпен жабатын боламыз. Узор бойынша тоқимыз. Менде келесі узор бойынша теріс. Қыздар, қараңыздар. Енді біз мына бөлек жіп аламыз да крючокпен. Мына көздері жауып тастаймыз. Мына қараңыздар. Ортасындағы петляны шешіп алдық. Енді мына келесі аяғымызды дәл солай басқа специяға немесе жіппен дәл осылай жауып қойсаңыз да болады. Мен специяға төгіп аламын, тазынан барлығын осылай. Здесь у нас 2 аяғын алып кеткен болады. Аяғын алып кеткен екен. Соны қазір маркер шешіп алып жасаймыз. Осы басқа маркермен специяға шешіп алдым. Оны былай жасап жасаңыздар болады, специяда біріне бірін. Сізге мешать етпегендей қыстыра салсаңыз болады. Мынаны былай қарай. Мынаусын былай қарай. Сізге кедергісін келтірмейді.
тағы да сондай жібімізді алып, біз мына ортадағы ластовицаны шешіп аламыз, қыздар. Дәл жаңағындай. Маркер шешіп тастаймыз. Қыздар, осылай шешіп аласыздар. Ары қарай уже аяғын тоқып бастаймыз. Мына осылай барлығын бөліп алғаннан кейін аяғын тоқимыз. Мына ортасын қаттырақ тартып тоқыңыздар. Себебі бізде узор бойынша қалай келе жатты. Оң теріс узорымызды ұмытпаймыз. Ортасы тесік болып қалуы мүмкін, сондықтан қаттырақ тартып тоқисыздар. Енді келесі теріс. Мына осылай тартыңқырап. Оң теріс. Үлкен петлямызды қаттырақ тартып тоқимыз. Көрдіңіздер, мына жер уже мынандай болып қалды. Осыны қаттырақ тартып тоқисыздар, қыздар, мынандай болып қалмасын. Мен қатты тартып едім, сонда да осындай болып тұр. Қазір петляларды тартып тоққан кезде мынау кішкене былай жабылады. Дәл осылай, мына осы бірінші жаңағы қатарымызды маркермен белгілеп аламыз. Мына бізде бірінші қатар болып саналады. Енді осы кезде бізге мынандай счетчик керек болады. Осымен санап отырып, мына бірінші қатар. Осылай өздеріңіз 13-ші қатарға дейін тоқып шығыңыздар. Ешқандай өзгеріссіз айналдыра тоқи бересіздер. Жаңағындай мына екі шетін тартып отыруды ұмытпаңыздар. Мынандай әдемі болып шығу керек, бағана біз тоқып жатқанымыздай. Ортасы тесік болып қалмайтындай, особенно мына орталарын тартыңқырап тоқыңыздар. 13-ші қатарды тоқып болғаннан кейін сіздермен кездесетін боламын. Мына қыздар, қараңыздар. Біз 13 қатардан кейін 14 қатар тоқимыз. 15-ші қатарда убавка жасаймыз. Каждый 15-ші қатарда убавка жасап отырамыз. 13, 28, 43, 58, 73 барлық осыны қысқартып болғанда бізде 50 петля қалу керек. Каждый мына 13 қатар тоқып алдыңыз, убавка жасадыңыз, 14 қатар тоқыдыңыз, 15-ші қатарда убавка жасайсыз. Каждый 15-ші қатарда мен қазір тағы бір рет қайталап өтейін. Узор бойынша тоқисыздар, ұларыңызды тағы ұмытпаңыздар. Ұларыңыз қалып қойыңыздар. Узор өте жеңіл. Міне қазір мен жақындап қалдым. Міне соңғы 2 петля қалды. Біз мына 2 петляның мына былай қарап тұр ғой. Осылай қарап тұрған күйінде, осылай оң қаратып аламыз петляны. Мына былай теріс қарап тұрмау керек. Міне оң қарап тұрған күйінде, мына петляның іш жағынан, артқы жағынан аламыз былайынан. Петляны, 2 петляны қосып аламыз. Енді мына жағынан қысқартқан кезімізде мен бағана қателесіп кеттім. Сіздерге айттым, 13-ші қатарда убавкада керісінше айтып қойғанмын ғой. Енді мында наоборот, петлялар осылай теріс қарап жатыр ғой. Сол мына жағынан былай қаратып, астына, бер жағынан, іш жағына қарай кіргізіп, былайынан аласыздар. Мына жаққа қарай уклон болу керек, жату керек мына жаққа қарай петляларымыз. Мынау бізде 28-ші қатар. Біз убавка жасап жатырмыз. Әрі қарай узор бойынша тоқисыздар. Арасында петляларымызды шешіп алуды ұмытпаңыздар. Узор өте оңай. Түсініксіз болса комментарийға жазыңыздар. Узорға жеке сіздерге тоқып көрсететін боламын узорды. Қалай тоқылу жолы деген сияқты. Ары қарай дәл осылай тағы да 15 қатар тоқисыздар. Ол 28, қазір менде 28-ші қатар болды. Тағы тоқисыздар, 15 қатар 43 болады. Тағы да тоқисыздар, 14 қатар 15-ші қатарда қысқартасыз, 58 болады. Солай қысқарта бересіздер. Қалған осы 5 қысқартуды болғаннан кейін тағы да кездесетін боламыз. Міне қыздар, қараңыздар. Мен сіздерге бағана көрсеттім ғой, 5 рет убавка жасайсыздар деп. Мен сол 5 убавканы жасап болдым. Қазіргі біздің өлшеміміз көрініп жатыр ма? 27-де 5 болып тұр. Бізге сол жарайды. 27-де 5 болып тұр. Енді қазір біздер манжетін тоқимыз. Бізге мынау өте кең болып тұр ғой. Осы жерде біздер қазір 3 рет убавка жасаймыз. Қараңыздар.
1. Енді біз резинка тоқимыз сразу, қыздар. Мен мына номер 5-ті номер 4-ке ауыстырып жатырмын. 2, 3, 4, 5. Мына жерде мына петляны былай бұрамыз. Мына біздің узорларымыздың линиясын ұмытпаймыз, қыздар. Соған қарай келтіріп істейсіздер всегда. Мына. Бізде мына жерде оң, енді мына жерде теріс болу керек. Мына. Теріс. Так. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Мына жерде оң петля, мынаны былай аударамыз. Астындағысымен аламыз. Келесі. 1, 2, 3, 4. Біздер жасадық мына жерде 1 убавка, 2 убавка, 3 убавка. Көрдіңіздер ме? Енді ары қарай оң терісімен тоқиды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жағында дәл солай қысқартып аласыздар. Біздер жаңа теріс петлямен аяқтадық. Мына жағын енді оң петлямен аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді теріс петлямыз теріміз. Бірінші мына көрдіңіз бе қалай болып қалады петляңыз? Сондықтан мынаны бүйтеміз деп қаратып аламыз. Сосын былай аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Енді бізге 10 петля керек. Мынаны бүйтіп кигізіп аламыз да. Мына. Так, 10 петля, енді теріс петля. 1, 2, 3, 4. Енді теріс петля. Ары қарай узор бойынша кете бересіздер. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына біз номер 5-ші крючогымызды, специмізді алып тастадық. Ол бізге пока керек емес. Енді осылай дәл осы узорды қайталап, оң теріс қылып, өзіңізге қажетті мөлшерде манжет жасап аласыздар. Қыздар, қараңыздар. Мен міне тоқып болдым шалбарымды. Барлық камераға сыймай тұр. Енді былай көрсетемін сіздерге. Мына. Менде мынау резинкасы есептегенде, мына жерден қояйын былай. 49 сантиметр болып тұр. Резинкасымен бүкіл манжетімен есептейтін болса, мына жерден бастап 58 сантиметрге дейін барып тұр уже. Бұл уже нормально не деген возрастқа келеді. Мынандай қайырып қоясыздар. Қайырып қойып есептеген кезде 53 сантиметр болып тұр. Осылай тоқып шығасыздар барлығын. Өте әдемі, өте қалың, жылы, сондай болып шығады. Өйтіп қайырып қоюға болады, болмаса осы күйінде қалдыруға болады. Балаңыз үлкен болса қайырып қоясыз кішкене. Енді бізде мына ауы қалған еді. Біз ауына трикотажный шов жасаймыз. Мына жіптерді былай не қыламыз. Мына ауы тесік болып қалмас үшін былай петлялардан алып тігіп жібересіздер. Бастапқыда тартып. Мына бірінші петлямды ілдім. Екінші петлямды мына бізіміздің бер жағынан аламыз, кіргіземіз. Мына бағана шығарған петляның үстінен кіргіземіз де, біздің іш жағынан әрі қарай инемізді шығарамыз. Мына петлямызды бізімізден шығарып аламыз спицемізден. Кішкене тартып отырасыздар. Одан кейін бағанағы шығарған петляға кіресіздер үстінен, және мына біздің бер жағынан шығарып аласыздар. Осылай тоқи бересіздер, тіге бересіздер осылай. Бұны трикотажды тігіс деп атайды. Трикотажный шов деп көбінесе. Мына жерді көрдіңіз ғой, мен қосып тігіп жабып жібердім жаңа. Солай сіздерде арасында тесіп қалып қоймас үшін тесіктер. Осылайдан тігіп жібересіздер.
Соңғы бір екі петлялар қалды. Енді мына жерде қараңыздар, тесік бар. Осыны жабамыз. Жаңағы соңғы петляның ішіне кіргіземіз. Мына жанындағы петляның қабырғасынан аламыз. Былайдан. Қараңыздар, мына үлкен тесік өзі үлкен петля ғой. Соның ар жағындағы петляның қабырғасынан мына петляның бүйтіп өткізіп жібереміз да. Осылай аламыз. Мына жерде бағана соңғы петляға кіргіземіз да тоже. Мына жерден кіргізіп мына петляның қабырғасынан алып тоқып жібереміз, тігіп жібереміз. Өстіп келтіріп жібересіздер. Қараңыздар. Ешқандай тесік ештеме қалған жоқ. Бір екі осылай іліп жіберсеңіздер болады. Кейін инемізді мына жерден былай өткізіп жібереміз. Іш жағын. Мінекей ауымыз дайын. Енді былайдан көрейік, қалай болып тұрады екен. Мына. Мынау памперс андайында киген кезде балаға удобно болады. Сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Мінекей біздің барлық неміз бітті. Мына жіптерді жасыру өздеріңіз білесіздер. Жіптерді жасырып тастайсыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Мені қолдап каналыма тіркеліп, жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Менің штаным дайын болды.